Аяшев Орынбек Ібжанұлы мен Құрманқұлова Күлдархан Үсіпболқызының ауыл келешегіне арнаған ізгі еңбегі. Орынбек Ібжанұлы мен Күлдархан Үсіпболқызының еңбек жолы ынтымақ елді мекеніндегі Сағырбаев Құрманғазы атындағы шағын жинақты мектептен бастау алады. Қайда жүрсе де, қандай қызмет атқарса да, Орынбек Ібжанұлы туған жерінің топырағын, ауылдас жұртының аманатын жүрегіне ту етіп байлаған жандардың бірі. Өзі білім алған, еңбек жолын бастаған Құрманғазы мектебіне деген шынайы ықыласы мен айрықша жанашырлығы оның атқарған әр ісінен көрініп тұрады. 2007 жылы мектеп басшылығының ұсынысын қабыл алып, орыс тілі дәрісханасын өз әкесінің атымен атауға келісім беріп, сол дәрісхананы толықтай жаңа кейіпке ендірді. Едені мен төбесі жаңарып, есік терезесі түгел ауыстырылып, бөлме толықтай түрленді. Заманауи парталар, жаңа тақта, ыңғайлы үстелдер мен орындықтар, графопроектор мен тақтасы бәрі де оқушы үшін жасалған жайлы әрі жарық білім ордасының ажарын аша түсті. 2023 жылы ауылымызда еңселі қос қабатты жаңа мектеп бой көтерді. Жаңа білім шаңырағынан да Орынбек Ібжанұлының сәулелі қолтаңбасы табылды. 2025-2026 оқу жылының қыркүйегінде орыс тілі кабинетін заманауи интерактив панельмен жабдықтап, 3 терезеге орыс және қазақ әдебиетінің ақын жазушылары бейнеленген перделер әкелінді. Гүлдер мен гүл қойғыштар да дәрісхананың сәнін келтіріп, білім алушыға шабыт сыйлайтын ерекше орта қалыптастырды. Бұл Орынбек Ібжанұлының ауыл баласының көкірегіне білім шамын жағуға деген жүрек жарды ниетінің айғағы. Алдағы 2026-2027 оқу жылында орыс тілі дәрісханасын толық жаңартып, еденін паркетке ауыстыру, заманауи парталармен жабдықтауды жоспарлап отыр. Бұл оның ауыл болашағына деген сенімі, ұрпаққа деген қамқорлығы. Туған ауылын ұмытпай, қолынан келгенше қамқорлық көрсетіп, игілікті ісімен халықтың алғысына бөленіп жүрген Орынбек Ібжанұлы секілді азаматтар қатары көбейсе, ел іргесі берік болып, жас ұрпақтың жолы да ашық болары анық.